сіздермен аңыз әңгімемен бөліскім келіп отыр. Адам итті тамақтандырса, ит айтады екен. Яғни мені тамақтандырды, маған қамқор болды, яғни ол Құдай. Ал мысықты адам тамақтандырса, мысық айтады екен. Яғни мені тамақтандырды, маған қамқор болды, яғни мен Құдай. Келісесіздер ме? Негізінде қарым-қатынаста анықтай келе салыстырмалы түрде дәлелдеп айтатын болсақ, бұл жерде әйел ит, ер адам мысық болып тұр. Сол себепті ер адамға жақсылықты жасау, мақтау айта берсеңіз, сізге қайтарады деп ойлайсыз, бірақ ол мен кереметпін деген рөлге шығады. Мен еркекпін, иә? Ал енді сіз жасар жақсылықты жасап, мен саған бәрін жасадым деп